Көкөністер базарында адамдар жиналды. Хэллоуин заттары мен асқабақтар жақсы сатылды. Осындай жерлердің бірінде әдемі жас жігіт тұрды. Ол қыздың оған келген байқамай қалды. Сәлем, асқабақтар қалай? Сәлем, біз таныспыз ба? Әзірге жоқ, мен Аманда, ауы Эмили. Біз сенімен басқа топтағы колледжде оқимыз. Мен Джекпін. Қысқасы, Джек ба атың кім еді? Ертең менің үйімде вечеринка болады. Оған кел, ол жерде бәрі болу керек. Жас жігіт кішкене ұялды, бірақ түр бермеді. Менің үйімде көп жұмысым бар, асқабақтан шамды жасау қажет. Біздің вечеринкадан кейін қанша асқабақ алсаң да өзің білесің, тіпті бәрін алсаң да болады. Олар бәрібір жарамсыз болып қалады. Қазанның суық түнінде, Хэллоуин күнінде шулы үйдің есігі қағылды. О, бұл біздің асқабағымыз Джек. Күшті киініпсің. Кеттік кір. Не тұрсың? Біз сен күлмейтін шығар деп ойлағанбыз. Есік алдында сырт көзге бір түрлі киімі кір, артында орақтық тығып қойғысы келген секілді бір адам болды. Бұл мен. Сәлем. Қорқынышты кем бұл Джек. Киіммен қатты тырысып қойыпты. Оны шақырмай қою керек еді. Киімдегі бейтаныс адам ұзақ тұрып әреңден салды. Мүмкін бұны асқабақтың ішінде істеу қиын болған шығар. Сосын есікті ашып, бейтаныс қонақ ішке кірді. Достар, бұл Джек бізбен бірге оқиды. Мынау Салли, анау Марк, өзім бәрімен танысасын деген ойдамын. Сосын олар үлкен үстел жасады. Міне, бұның бәрі саған, бұны қалай апарсаң солай апар, бұл сенің проблемаң. Өзімен бірге ора қалыпсың, тағы балға келмедің бе? Бейтаныс адам өз ісін бітіріп, қараңғы бөлмеге кірді. Ол асқабақты шешті. Бұл әлгі жігіт болып шықты. Керек емес сендердің асқабақтарын. Маған көбірек шам істеу керек. Көбірек шам бастардан жасау керек.